Құрметті студенттер, қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмысқа шығу графигі. Бүгінгі мақсатым топтарда, жұптарда жұмыс істей отырып, даяшының жұмысқа шығу графигін құрастыру және талдау. Өз тәжірибеңізге сүйене отырып, осы құрылымды жақсарту, тамақтану кәсіпорнының ұйымдық құрылысының жобасын жасау, мейрамханадағы жұмысқа шығу нақты графигін дайындауға үйрену. Бүгінгі біздің міндетіміз жұмыс шығу графигін сақтау, жеке бас гигиенасын қағидалары мен униформаны кию қағидаларын сақтау, жұмыс уақытын тиімді пайдалану, командада жұмыс жасау және еңбек қорғау бойынша нұсқауларды орындау. Глоссарий. Глоссарий жұмыс графигі, даяшы және митродель мағынасын талқылаймыз. Жұмыс графигі бұл белгілі бір күнтізбелік кезең ішінде қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақытын бөлу. Даяшы мейрамханаларда, дәмханаларда және барларда келушілерге қызмет көрсететін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының қызметкері. Митродель. Митродель кішкентай мейрамханаларда мейрамханаға келушілерге немесе қонақ үй қонақтарына қызмет көрсету жұмысын үйлестіретін тұлға. Кіші мейрамханада митродель даяшы рөлінде атқарылады. Жұмыс шығу графигінің түрлері. Даяшының жұмыс тәртібі мейрамхананың өндірістік сауда қызметін есепке ала отырып белгіленеді. Жұмыс шартына қарай мейрамханада графиктің келесідей түрлері қолданады. Сызықты, ленталы, яғни сатылы, екі бригадалы, қосарланған, жұмыс уақытын жинақтап есепке алу. Сызықты график бойынша жұмысты ұйымдастыру кезінде барлық даяшылар жұмысты бір уақытта бастайды және аяқтайды, және ауысым бойынша біркелкі жүктеме алады. Жұмыс күнінің ұзақтылығы әдеттегіде күніне 7 сағат, демалыс алдындағы күндері 6 сағат, аптасына 41 сағатқа дейін белгілі болады. Ленталы, яғни сатылы график, даяшының әртүрлі уақытында топтармен немесе бір-бірімен жұмысқа шығуын құрастырады. Бұл графиктің артықшылығы даяшының жұмыс уақытын қысу және сауда залының қызметкерлерінің барынша көп жүктелу кезінде шоғырлануы мүмкін. Күні бойы келушілердің ағыны біркелкі емес мейрамханалар үшін бұл ерекше маңызды. Сондықтан даяшының еңбегін ұйымдастыру кезінде ленталы графигін кеңінен қолданады. Екі бригадалы график екі ауысымда жұмыс істейтін мейрамханаларда қолданады. Барлық даяшылар саны мен біліктілігі бірдей екі бригаданың құрамына кіреді. Бригада бір күннен кейін жұмыс істейді. Осы графикті пайдаланған кезде жұмыс күнінің ұзақтылығы келесі күні демалыс берілген жағдайда 11 сағат 30 минуттан аспауы тиіс. Бұл графиктің артықшылығына бригаданың тұрақты құрамы әрбір қызметтің тапсырылған ісі үшін жауапкершілігін арттырып жатады. Сонымен қатар жұмыс күнінің ұзақтылығы ауысым соңында даяшының шаршауына әкелуі мүмкін. Бұл кейбір жағдайда қызмет көрсету сапасының нашарлауына әкеліп соғады. Қосарланған график әртүрлі график түрлерінің қосындысы. Бригада құрамына кіретін даяшының бір бөлігі әр уақытта жұмысты бастайды және аяқтайды. Жұмыс уақытын жинақтап есепке алу графигі бұл даяшының мейрамхананың біркелкі емес жүктеуіне байланысты. Жекелеген күндегідей әр түрлі сағаттарда бос болмауы мүмкін, бірақ айына немесе аптасына орындалған жалпы сағат саны, жалпы саны белгілеген жұмыс уақыты нормасын құрауы мүмкін. Сонымен даяшы бірнеше апта бойы екі ауысымда жұмыс істей алады. Кейін оған жұмыс істеген уақыт үшін демалыс күндері беріледі. Жұмыс уақытын жинақтап есепке алу
Әдетте жаппай демалу орындарында, яғни саябақ, стадионда, теңіз және өзен флоттық кемелерінде, вагон мейрамханада халыққа қызмет көрсету кезінде қолданады. Мына кесте бойынша қарап отырсаңыздар, график жұмысқа қолданысты еңбек заңнамасы нормасы ерекше отырып жасалуы тиіс. Яғни күні бойынша әр күні қай күні келеді, қай уақытта келеді, қай уақытта кетеді, сағат саны жазылады және ертеңгі ауысым, кешкі ауысым жазылады. Бұл жерде сағат саны белгіленіп есептелген. Басқа қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары секілді мейрамхана жұмысшыларының жұмыс аптасының уақыты 41 сағаттан аспауы керек. 16 жасқа дейін жасөспірімдер үшін 24 сағат, 16-тан 18-ге жас аралығы 36 сағат. 16 жасқа дейін жасөспірімдер үшін 5 күндік жұмыс күніне жұмыс ауысымының ұзақтылығы 5 сағат көп емес болу қажет. 16-дан 18 жасқа дейін 7 сағат. Жұмыс графигі бір айда құрастырылып, жұмысшыларға 2 апта бұрын, ал келесі ретте кәсіпорынның жұмыс режимі бұрынғы қалпына қалса, ай басталардан 3 күн бұрын ескертіледі. Әр жұмысшының графигіне жұмыстың басталуы мен аяқталуы, сонымен қатар үзіліс уақыты көрсетіледі. Мысал келтіріп өтсек, Шах мейрамханасы, яғни басшысы Бексейітов, бұл мысал графигін қарастырып өтейік. Шартты белгілерін қарастырайық, яғни ірі деген жұмыс күні 11 сағат, РБ деген жексенбі жұмыс күндері, яғни 6 сағат болып белгіленіп тұр, өздеріңіз қарасаңыздар. Б демалыс күндері. Дүйсенбіден сенбіге дейін жұмыс 8-ден 20:00-ге дейін, яғни 11 және үзіліс 1 сағат. 11 жұмыс сағаты және үзілісі 1 сағат. Жексенбідегі жұмыс уақыты сағат 9-дан 4-ге дейін, яғни 16:00-ге дейін. Ұзақтығы үзілісі кезекпен жұмысшыларға ыңғайлы уақытқа 12-ден кейін қойылады, яғни 2011 жылдың тамызындағы жұмыс уақытының нормасы 175 сағат болып есептелді. Бұл графикпен танысады, яғни фамилиялар бекітілген адамдар қолын қояды және күнін қойып, қолын қойып, мақұл келісетінін туралы шартқа қол қояды. Даяшының жұмысын нақты ұйымдастыруға метродель жауапты болады. Метродель, өзіміз өткен сабақта өткендей, даяшының бастығы деп айтсақ болады. Ол бригадаларды қалыптастырады, бригадир тағайындайды, даяшының залдың бөлек учаскелеріне бөледі және оларға қызмет көрсету үшін белгілі бір үстелдерді бекітеді. 3-4 даяшының звеносы 40 орынға немесе 14 орындық үстелге қызмет көрсетеді. Метродель мейрамхананың жұмыс істеу уақытына байланысты даяшының жұмыс істеу графигін құрастырады. Казино, спорт, бильярд клубтары және тағы да басқа сияқты кәсіпорындарда мейрамханалар тәулік қызмет көрсетеді. Жаңа сабағымызда бекітіп өтейік, яғни тәжірибелік тапсырма. Оқу материалын мұқият оқып шығыңыздар. Кіші топтарда жұмыс істей отырып, мәтін ақпаратын кесте түрінде елестетіп, даяшының жұмысқа шығу графигін әр түрін жасаңыздар. Яғни ол жерде жұмысқа шығу күні, демалыс күндері және жексенбі күні жазылатын жұмыс графигін құрастырамыз. Яғни мына кроссвордты шешсеңіздер болады. Бұл жерде даяшының тобы туралы, жұмысқа шығу графигі мерзімі дегеніміз не? Мейрамхананың жұмыс істеу уақытына қарай даяшының жұмысқа шығу графигі кім құрастырады?
Яғни қызметкерлер туралы кафе бар, мейрамханада қызмет көрсетуші қандай қызметкерлер орындайды, жұмыс уақытын жинақтап есепке алу графигі қайда қолданады. Бұл көлденең қойылған сұрақтар. Тігінен қойылған сұрақтар: даяшының жұмысы үшін кім жауапты береді? Бұл графикта әртүрлі графиктердің қосындысын қарастырады. Және 8-ші тігінен сұраққа: бұл графикке даяшылар жұмысқа әртүрлі уақытта топпен немесе жеке шығады екен. Ол не? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Назар салғандарыңызға көп рахмет.